Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Айзада, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәл осындай ашыған қамырмен дайындалатын немесе болдырған манты деп те айтамыз, жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Ең алдымен таза бір ыдысқа бөлме температурасынан сәл жылырақ су аламыз, оның үстіне тұзды саламыз және де құрғақ ашытқыны салып, жақсылап ашытқымыз, тұзымыз езілгенше араластырамыз. Бұл өте нәзік, жұмсақ, өте дәмді болып шығатын манты болып саналады. Сондықтан сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал енді осы сұйықтығымыздың үстінен ұнды аз-аздан салып отырып қамыр илейтін боламыз. Құрамына қажет ингредиенттерді описание бөлімінде толық жазбаша түрде қалдыратын боламын. Оның тығыздығы әркімде әртүрлі болғандықтан, сіздерге ұн шамалы көп немесе аз қажет болуы мүмкін. Сондықтан ұнды салған кезде барлығын бірден салып тастамаңыздар, міндетті түрде шетіне салып отырыңыздар, сіздердің қамырларыңыз жұмсақ болып шығуы қажет. Дәл видеода көрсетілгендей қолымызбен жақсылап иін қандырып отырып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың басы сәл бірге бастаған кезде сұйық майды құйып, осы сұйық майымыз қамырға сіңгенше жақсылап тағы да илейміз. Көріп тұрғандарыңыздай сұйық маймен де әбден сіңді. Енді бетін жақсылап жауып, бөлме температурасында жылы орап 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қоятын боламын. Мінекей, менің қамырым жақсылап көтерілді. Сіздерге лайфхак болсын. Мен үнемі ашытқан қамырды 40 градус температурадағы духовкаға қойып ашытамын. Ал енді қамырды қолымызға сұйық май жағып, видеода көрсетілгендей кішірек бөліктерге бөліп домалақтап қоятын боламыз. Достар, сіздер менің арнамда сондай-ақ езілмей пісіп шығатын классикалық мантының рецептін және де қуырылып пісіретін қошан мантының рецепттерін таба аласыздар. Қамырдың барлығын бір келкетіп домалақтап алдық. Енді бетін орамалмен жауып, шетінен мантымызды жасайтын боламыз. Салмасы кез келген болса болады. Менде бұл жерде ұсақтап туралған ет, шұжық, картоп және де пияз, қалауынша дәмдеуіштерді тұзды қосып жақсылап араластырамыз. Дәмдеуіштерден мен кориандр, паприка, қара бұрыш салдым және де міндетті түрде сұйық май құятын боламыз. Сіздер қалауларыңызша құйрық майды ұсақтап турап қоссаңыздар да болады. Қамыр бізде жұп-жұмсақ болады, сондықтан да мен қолдың көмегімен жұқартып жаятын боламын. Дастарханның үстіне және қолымызға сәл аз мөлшерде сұйық майды жағып, осылай қолымыздың көмегімен домалақтап жұқалап жаятын боламыз. Ішіне салмасын салып, кез келген формада ашылып кетпейтіндей жақсылап түйетін боламыз. Және де дәл осылай барлық мантымызды жасап аламыз. Түйілген мантыларды алдын ала майланған мантаварканың табағына тіземіз және де қайнап тұрған суға қойып 45 минут көлемінде пісіретін боламыз. Мінекей, біздің болдырған мантымыз, дрожжевой мантымыз дайын болды. Өте жұмсақ, өте нәзік, қалауларыңызша кез келген соуспен, майонезбен, кетчуппен ұсынсаңыздар болады. Өте жұмсақ және де ішіндегі салмасы бізде сочный болып шығады. Сондықтан да сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеома баға беріп кетуіңізді сұраймын.